Сәлеметсіздерме, жол болғыш. Бізде бір жаңа бағыт пайда болды. Ол нақты бір жанрға байланысты. Менің сіздерге кеңес ретінде айтатын кітаптарым және оны неге оқу керек деген сұраққа бір сөйлеммен жауап беремін. Бұл екінші видео сол форматта, сондықтан бүгін бізде адам психологиясын түсінуге арналған 4 кітап. Кітаптың атын айтамын, неге деген сұраққа жауап беремін. Сонымен қысқа видеомыз болады. Кеттік. Бірінші, психология влияния. Неге сөздің күші адамның көңіліне әсер етеді. Екінші, искусство продавать самые эффективные техники продаж. Неге сату арқылы адамның түбегейлі мотивациясын түсіну. Үшінші, пиши сокращай. Неге қысқа нұсқа ойынды жеткізу. Төртінші, к себе нежно. Неге бірінші орынға өзіңді қою. Адам психологиясын түсінуге арналған нақты 4 кітап. Яғни бүгін ақпан, бізде 2025 жылдың ақпан айы. Бүгінгі нақты осы сәтте осы 4 кітапты оқуға кеңес беремін. Мүмкін ай сайын немесе жыл сайын менің тізімдерім осылай шығып тұрады, және ол тізімдер әрине әрқашан өзгеріске ұшырап тұрады. Өйткені бұйырса алда көптеген кітаптарды оқу барысында бұл тізімдер менде міндетті түрде жаңарып тұратынына сенемін. Егер пайдалы болса және бұл тізімнен егер кітаптарды оқыған болсаңыздар, комментарийға сізге қай кітап ұнады жазып кетіңіздер, неліктен ұнады, және осы тізімде болуға бір лайықты ма деген сұраққа жауап жазсаңыздар да риза боламын. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған жол болғыш Алия.